Әйеліңіз телефон соққанда қайда отырғаныңызды бір айта қалсаңыз, о сорлы сүмелек бір отчет беріп жатсың ба, мынау иттің баласы қатыннан қорқады деп мұқатқыш, кекеткіш бір достарыңыз бар болса, оларды біз сіздің шын достарыңыз, шын жанашырларыңыз деп айта алмас едік. Қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды араз, жақынды жатқыларға дейді ғой Құнанбай атамыздың баласы. Нағыз дос серігінің жанұясына да уайымдау керек деп ойлаймын. Керек десеңіз қос дүниесінің қатар абат болуына тілектес болу шарт. Досына уайымдамайтын, шаңырағының шытынамауына көмектеспейтін адам ол бір бөтелкелес па, сыбайлас па, әлде бір насыбайлас па, әйтеуір өз мақсаты, бас пайдасы үшін ғана сіздің қасыңызда жолшыбай жүрген біреу. Ендеше ондай бір әйтеуір жүрген біреудің сөзін сөз деп қабылдап не керек? Ал сіз болса бәрібір түбі үйіңізге қайтасыз ғой, ал әйеліңіз 5 қаруын сайланып күтіп отыр. Соң ұрыс, ал бір күн ұрыс болған үйден 40 күн ырыс қашатыны тағы мәлім. Сүйіктіңіздің есіктің алдынан күлімсіреп, жүзінен сізге деген бір махаббаты, құрметі сезіліп, қарсы алғанға не жетсін жеңдер. Үйден бір баланың күлкісі естіліп, бақыттың шуағы төгіліп тұрса, тіпті ғажап емес па? Оған қоса бір ыстық мәнтінің, ыстық бауырсақтың иісі шығып тұрса, тіпті керемет қой жігіттер,